Мбаппе ақшаға қызықпайды. PSG Зиданды шақырған жоқ. Ла Лига президенті кім? Танымаймын. Реал Чемпиондар Лигасына қатыспай қойсын. Осы сөздердің бәрін бір күнде Пари Сен-Жермен футбол клубының президенті Насер Әл-Халифи айтты. Оның сөздерін естіп, талай нәрсеге таңғалғанымыз рас. Мысалы, Мбаппе үшін Реал 180 миллион евро ұсынған екен және париждіктерден де көп ақша төлеуге дайын болған. Франциялық талант отанында қалуды қалапты. Сондай-ақ PSG Зиданды бас бапкер қызметіне кандидат ретінде қарастырмаған болып шықты. Есесіне, бүгін 50 жасқа толған Зиданның өзі бәлкім Парижде де баптып қалармын деп айтты. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Бексұлан Келімқосовпын, ал бұл Бригзода YouTube арнасы. Футбол әлемінің басты жаңалықтарын бірге талдайық. Айтатын әңгіме жиналып қалған. Дайынсыздар ма? Кеттік. Бүгінгі жаңалықтарда PSG президенті Мессиге ырза, Мбаппеге жақ, ал Флорентино Переске оттай бермесін деді. Париждіктерді жаңа маусымда кім баптайды? Пол Погба Ювентусқа оралды. Мария Крановская Челсиден кетті. Садио Мане Левандовскийдің орнын баса ала ма? Әлде Маненің трансферінің мәні басқа ма? Пари Сен-Жермен футбол клубының президенті катарлық шейх Насер Әл-Халифи журналистердің сұрақтарына жауап берді. Ол айтқан сөздердің ішінен маңызды деген үш тақырыпты қозғаймыз. Біріншісі Килиан Мбаппеге байланысты. Мбаппе ақшаның артынан қуып клубтарды ауыстыратын адам емес. Ол қаласының намысын, туған елінің намысын жыртуды жөн санады. Адамдар Мбаппе қаржыға құныққан деп жатады. Алайда Реал жігітке әлдеқайда көбірек жалақы ұсынған. Ал былтыр трансфер үшін 180 миллион төгіп салуға дайын болды, деді ол. Мбаппе бай Реалдан бас тартып, бизнес бай PSG-да қалуды шешкен. Яғни Парижбен бірге Чемпиондар Лигасын жеңе алмақшы. Сонымен қатар футболшы Франция президентінің өтіс үшін жерде қалдыруды қаламаған деседі. Алайда бұған сену өте қиын. Ол ұлттық құрамасын ауыстырып жатқан жоқ. Елінің намысын қорғағысы келсе, Лига 1-де емес, Ла Лигада да ойнап мықтырақ бола түссін. Сөйтіп, құрама жейдесінде француздарды тағы да әлем чемпионы қылсын. Ағасы Кәрім Бензимамен мықты байланыста болсын. Чемпиондар Лигасын Реалмен ұтып, алтын доп алсын. Айтпақшы, Чемпиондар Лигасы басталып кетті. Қазір топтық кезеңге іріктеу ойындары өтіп жатыр. Біз үшін квалификация қызық болады. Себебі бірінші раундта еліміздің чемпионы тобыл ойнайды. Қарсыласымыз Венгрияның Ференцварошы болады. Станислав Черчесов басқаратын клуб 6 шілдеде Қостанайға қонаққа келеді. Әрине, Венгрия рекордсмендері фаворит екені анық. Олар өтеді дегенге біздің Бригзбет компаниямыз 1/22 коэффициентін беріп жатыр. Ал тобыл өтеді дегенге 4 коэффициент. Рисковать етеміз ба? Ставкаңызды Бригзбет компаниясында қойсаңыздар болады. Себебі бұнда ең жоғары коэффициенттер мен ең жылдам сервис. Төмендегі сілтеме арқылы өтіңіздер, ал тіркелген кезде 1x дода промокодын терсеңіздер 200 000 бонус теңгеге дейін аласыздар. Сәттілік. Бүгінгі PSG-ның бүгінгі Реалдан артық тұсын табу қиын. Бәлкім париждіктер Мбаппені тек ақшамен қызықтыратын секілді. Француз бала кезінен Мадридте ойнауды армандаған, ал бала арманнан бас тартуға не түрткі болды? Ақша. Шынымен де мәселе ақшада болмағанына Әл-Халифи бізді сендіргісі келеді. Біз ақымақпыз ба? Испания чемпионатының басшысы Хавьер Тебас Әл-Халифи елді ақымақ көреді деп төтесінен кесіп айтты. Тебастың өкпесі қара қазандай. Ол әлгінде PSG фейрплей ережесін сақтамайды. Оларды футболдан алыстату керек деп айттаған. Әл-Халифидің осы сөзге жауабы қандай болды? Шейх дерзк айтты. Тебас деген кім өзі? Мен ондай адамды танымаймын. Ол неге басқа елдің клубының ісіне араласады? Біз олардың ісіне араласып жатырмыз ба? Деді. Насердің сөзі Ла Лига басшысына қатты тиді. Хавьер мырза осы Әл-Халифи жаман өзінше болып кетті. Ол бәрімізді ақымақ көреді. Өтірікті көпіріп айтып отыр. Ұялмайма. Біз шынайы футбол үшін соңына дейін күресеміз. Ақша емес, адалдыққа ұмтыламыз. Тебастың айтқаны рас, алайда Ла Лигада Реал мен барса, сосын Атлетико өзгелерден әлде қайда бай. Олардікі шынайы футбол емес па? Әлде испаниялықтарға бай болуға болады да PSG бай алмай ма? Тебас мырза кенет байып кеткен шейхтердің клубтарына ғана қарсы ма, немесе жалпы бәрінің қаршысы тең болу үшін күресе ме екен? Қазіргі заманда кім денежный мешок, кім адал клуб екенін кесіп айту мүмкін емес.
Әл-Хелайфи менменшілігімен жоғарыдан төмен қарап жауап бергенімен әркім өз ісімен араласса екен деп дұрыс айтты. Алайда президент біреудің ісіне өзі де ақыл айтып тұрады. Ол Флорентино Перестің Суперлига деп қақсай бергеніне наразылық білдірген. Перес Суперлига деп өліп барады. Ал негізінде Суперлига деген өлген проект. Неге ол теманы қайта-қайта қозғай береді? Олар лайықты түрде Чемпиондар лигасын ұтып жүр. Бірақ ЧЛ-да ойнағымыз келмейді дейді. Егер турнир ұнамаса, онда қатыспасын. Қатысып ұтқаннан кейін 2 апта тойлап, артынан басқаша сөйлеуді қойса екен, деді Шейх. Реал мен ПСЖ-ның текетіресі жаңа деңгейге шыққан байқап жүрміз. Алдағы жылдары қос клубтың таласы талай қызықтарды ұсынады. Екі түрлі философия, екі түрлі көзқарас. Әзірге Чемпиондар лигасын талмай ұтып жүрген Реалдың басшылығының сөзі өтімдірек естіледі. Алайда Насер мырза жуырда бәрі өзгеретініне сенеді. Жақын болашақта ПСЖ кәрі құрлықтың басты клубына айналадымыз. Бұған қазіргі лидерлер көмектеседі. Франция астанасында тек мықты футболшылар қалмақ. Ал клубқа титтейде пайдасы жоқ жалғаулардың болашағы бұлыңғыр. Клубтың жақсылығын түсінбейтіндер, біздің жобаны оға алмағандар командадан кетеді дейді президент. Сонда кім кетеді? Неймар ма? Оны Насер лидер деп отыр. Месси де точно кетпейді. Керісінше Әл-Хелайфи аргентиналық аңызға ерекше сенім артады. Былтыр Лео сәтсіз ойнады. Оның бірнеше себептер бар. Біріншіден, ол алғаш рет клуб ауыстырып отыр. Екіншіден, ковидтің де әсері тиді, деді функционер. Сондықтан Мессиді жамандаудан әлдеқайда аулақпын. 7 алтын добы бар тұлғаға қатысты жаман сөз айту ақымақтық. Ол тарихты алтын әріптермен жазып жатыр. Келесі маусымда көресіздер. Месси, Неймар, Мбаппе сияқты супер жұлдыздардың синхронына жарқылдау үшін гипергигант тренер керек екені Әл-Хелайфи толық түсінеді. Алайда бұл тұрғыда назар Зиданға ауып отыр дегенді жоққа шығарды. Оның айтуынша клуб басшылығы Зизуды тіпті кандидат ретінде қарастырмапты да. Шамасы келер маусымда Маурисио Почеттиноның орнын Кристоф Гальтье басады. Гальтье 2021 жылы ПСЖ-ны мал қылып Лильді чемпион еткен бапкер. Былтырғы маусымда Ниццаны баптап бүркіттерді Еврокубокқа шығарып берді. Енді топ клубта қалай қызмет етеді? Характері жеткілікті бола ма? Месси, Неймар, Мбаппелерге сөзін өткізе ала ма? Осыны ойлап Шейхтің басы қатты ма? Қызық таңдау жасады. Алайда Гальтье супер проекттің мүшесі болуға әбден лайық. Уақыт келді. Қалғанын уақыт көрсетеді. Гальтьенің басты мақсаты ПСЖ-ны Чемпиондар лигасында тұғырға көтеру. Қиын мәселе. Негізі бұны орындай алатын бірден бір бапкер Зидан болатын. Сөйтсек, ПСЖ оны қарастырмағанда екені. Мұны түсіну қиын. Зиданның өзі кім білсін, болашақта Парижді де баптап қалармын. Никогда не говори, никогда деп айтты. Бәлкім Парижді жаттықтыратын күн туар. Зәкең Франция ұлттық құрамасының бапкері атанып кетсе де таңғалмаспыз. Never say never. Немесе французша айтсақ, ne jamais dire jamais. Никогда жоқ деме. Пол Погба Ювентус футбол клубының ойыншысы. Манчестер Юнайтед футбол клубында күрделі өзгерістер болып жатыр. Бас бапкер Эрик тен Хаг келер маусымда Погбаның қызметіне сенім арта алмайды. Себебі Погба Ювеге оралды. Бұл туралы жуырда ресми хабарланады. Енді Погба сүйікті турнирінде еркелемей ойнайтын шығар. Әйтпесе емеуде еркелер көп, серкелер аз. Ал Манчестердің символы Харри Магуайр клубта қалады. Алайда капитан белгісінен айырылады. Енді кім кеп болады? Давид де Геа ма әлде Криштиану Роналду ма? Басқа нұсқалар шыға ма? Пікірде жазсаңыздар, күтеміз. Ақыры енді пікір жазып отырсаңыздар, лайкты да бассаңыздар. Hakan Çalhanoğlu Zlatan Ibrahimovичке қарсы сөз айтты. Өзінің бапкерін де жамандады. Çalhanoğlu апасын сөйлеп кетті. Златанның вертушкасы қалай болатынын көру мүмкін. Миланнан Интерге чемпион боламын деп ауысып, түбі облом болған Хакең тағдырдың тәлкегіне көне алмай жүрген секілді. Ол былтыр екінші орын алған Миланнан чемпион Интерге ауысты да биыл қайтадан екінші орын алып қайтты. Қайратты футболшының арты страшно ауыр болып тұр. Соған іші күйеді. Интердің құрамы өте мықты. Бірақ біз дербиде жеңіліп қалдық. 1-0 ұтып тұрғанда бапкер мені алмастырып тастады. Симоне Инзаги жаман қателесті. Осыны оның бетіне айттым, деді германиялық түрік бауырымыз. Не десе де жаман айтыпты. Бетке айтқаны ок. Енді оны елге жаюдың қажеті қанша.
өзінің бапкерін жамандап тұр. Шамасы Чалханулудың бұйы істемейді, басы шалқан болып кеткен сияқты. Бапкерін былыққа батырғанын қоя беріңіздерші. Шалханұлы Ибрахимұлын атылды. Хаққан Паханға тиісті. Ол мені сынап жүр. Алайда өзіне қарап ма? Жасы 40-та болса да 18 жастағы жасөспірімнің әңгімесін айтады. Чемпион болдым деп өзінше болмай-ақ қойсын. Дұрыстап ойнаған да жоқ, деді бессмертный Чалханулу. Не болса да, енді Миланның көшелерінде Чалханулуға абайлап жүрген абзал шалқасынан құлап тастамасын. Мария Грановская Челсиден кетті. Футболдағы ең беделді нәзік жанды адам Мария Грановская Челсиден кетті. Клубтың жаңа басшылығы трансферлермен өздері айналысуды қалады. Сондықтан Абрамовичтің командасында 19 жыл қызмет еткен мәскеулік функционер орын босатты. Оның Челсиге сіңірген еңбегі зор. Кезінде Диде Драгбаны клубта сатып қалды. Бертінде N'Golo Kantені тиімді бағаға сатып алды. Әйтпесе французды PSG-да қатарына қосқысы келген. Жируды шақырды, Азарды максимум қымбат бағаға сатты. Айта берсек, жетістігі көп. Оның ішінде арендалардың системасын мықты келтірген де бар. Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Рис Джеймс қазіргі Челсидің бас фланктары. Ал олар жалда жүріп тәжірибе жинаған ескерейік. 9 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Былтыр Грановская ханым Еуропаның үздік футбол менеджері деп танылған. Жұмыссыз қалмайды. Бірақ осы трансфер терезесінде Челсиге көмектеседі, бірақ сосын кетеді. Садио Мане Баварияда. Ол Левандовскийдің орнын басама. Осы аптада Бавария футбол клубы Ливерпульдің шабуылшысы Садио Манені сатып алғанын хабарлады. 30 жастағы сенегалдықпен келісімшарт 2025 жылдың 30 маусымына дейін жасалған. Зальцбургте ойнаған кезімде Бавария матчтарын бақылап отыратынмын. Маған бұл клуб қатты ұнайды, деді Мане. Садио Ливерпуль сапында 2016 жылдың шілдесінен бері өнер көрсетті. Өткен маусымда 51 матчқа қатысып, 23 гол мен 5 нәтижелі пастың авторы атанды. Мерсайд клубымен бірге Мане Англия чемпионы, ел кубогы мен суперкубогының иегері атанды. Чемпиондар лигасы мен УЕФА суперкубогын ұтты. Енді оны басқа клубтың жейдесінде елестету өте қиын. Әйтеуір Баварияда қызыл түс болғанына шүкір. Маненің өзі де Ливерпульді қимай баратқаны сөзсіз. Дегенмен енді ол лайықты мәртебесін иеленеді. Салақтың саясында қалып қоятын кез артта қалғанын түсінеміз. Ливерпуль бұл трансфер үшін 32 миллион евро плюс бонус алады. Аз сома екені түсінікті. Алайда Садио жасы 30-дан асты және ағылшындармен келісім шарты бітейін деп қалды. Бірақ бонустардың есебімен трансфер құны көбеюі мүмкін. Дегенмен сол бонустардың условиясы қызық. Ол үшін Мане қатарынан 3 рет алтын допты жеңіп алуы тиіс. Қатарынан 3 рет. Ливерпуль бұған келісті. Бастысы Маненің жағдайы тәуір болады. Байерн футболшыға мерсайдықтардан 2 есе көп айлық төлеп тұрады. Клуб оған зор сенім артады. Сенегалдық супержұлдыз Левандовскийдің орнын басат дей аламыз. Команданың лидеріне айналады. Позициялық тұрғыда Садио тура Лева сияқты ойнамайтын болар. Сенегалдық супержұлдыз Левандовскийдің орнын басат дей аламыз. Команданың лидеріне айналады. Позициялық тұрғыда Садио тура Лева сияқты ойнамайтын болар. Бәлкім Юлиан Нагельсман ойын сұлбасын өзгертеді. Себебі ол классикалық тоғыздықтың орнына әлдеқайда әмбебап футболшыны алып отыр. Шамасы Мюнхенде Лейпцигке ұқсайтын ұжым құрылады. Сөйтіп, жаңа құрамның мәні, Мане, сәні, саны болады. Мәні Нойер, пәні Павар, күні Күман, тәні Талисо, жаны Жамал, Мусиала деп кете береді. Ал Томас Мюллер болса, ол ардагер шабуылдайтын жағдай болушы. Оған ұйқас таппай қойдың. Жаздың қызығы осы трансферлері. Кім келеді, кім кетеді, кім не қылады, қалай болады деп болжауға болады. Сонысымен рахат. Алайда ойындарды да қатты сағынамыз. АПЛ тамыздың 5-інде басталады. Бундеслига мен Лига 1-де сол уақытта старт алады. Ла Лига мен Серия А 12-сіне, 13-не, ал 10 тамызда УЕФА суперкубогы бар. Реал Мадрид Айндрах Еврокубоктардың жаңа маусымын ресми ашып береді. Тамызда тағатсыздана тосып отырмыз. Ал оған дейін трансферлердің қызығы мен шығына батайық. Уақыт тезірек әрі қызырақ өту үшін әр апта сайын сіздерге осылай жаңалықтарды айтып отырамыз. Тек новость айта салу емес, талқылап, аналитика жасап ойымызды бөлісеміз.
Сіздер де коммент қалдырып, қызық пікірлер жазыңыздар. Ал біз тек шынайы ақпаратты бөлісеміз. Келесі кездескенше лайк басыңыздар, сау болыңыздар.